Абай мұрасы қазақтың ең қасиетті, теңдесі жоқ алтын қазынасы. Заман ауысып, уақыт өткен сайын халқымыз сығылама Абайдың рухани дүниесіне терең бойлап, оның ұлылығын тың қырынан ашып, жаңа сырларынан қаныға түседі. Абай өзінің туған халқымен мәңгі бақи бірге жасайды. Ғасырлар бойы қалың елін қазағын жаңа биіктерге, асқар асуларға шақыра береді. Ұлы Абайдың шығармашылығы бүгінгі заман талабына сай қайта түлеп, жыл өткен сайын жаңғырып, ұрпақ тәрбиесінде өзіндік үлес қосып келеді. Биыл қазақ халқының ұлы ақыны, ағартушысы Абай Құнанбайұлының туғанына 175 жыл толып отыр. Абай Құнанбаев – символ казахского народа. Это человек, которого глубоко почитают, цитируют и ставят в пример. Он оставил неизгладимый след в истории нашей страны, как ученый, мыслитель, поэт, просветитель, основатель новой национальной литературы, переводчик и композитор. В его стихах и прозе отразилось национальное самосознание, быт, мировоззрение, характер, душа, вера, язык, традиции и дух народа, которые позднее были оценены в качестве уникального явления, названного миром Абая. Слова Абая Кунанбаева о том, что необходимо избавиться от невежества, чтобы встать в один ряд с великими нациями, это целая наука. Как сказал Мухтар Уэзов, мы должны все последовать примеру Абая Кунанбаева. И сегодня для вас сотрудники Карабулынской центральной районной библиотеки прочитают несколько стихотворений великого поэта. Я много разных слов сказал. Я много разных слов сказал, обдумав, рифмы их связал, дорогу к совести и чести и к исправлению указал. Велеречива наша речь, и к славе будущая течь, и наши души нам не просто от пустословия уберечь. Храним, народ мой, слово суть, вперед определяя путь. Встречай со всеми праздник жизни достойно, а не как-нибудь. Не заблудись и точно знай дорогу в ад и тропку в рай, и, принимая опыт мира, свой скот пасти не забывай. Не для игры я стал стихи писать, не для того, чтоб сказки собирать. Пишу, чтоб дать уроки молодым, что могут свои чувства изъяснять. Меня поймет не твердолоб, а тот, чьи ум и сердце могут понимать. Иди вперед без обходных путей, суть слов понять, под внешностью сумей. Я, может, странно говорю, но ты таких словес не знал в семье своей. Что за народ? Ни слова не поняв, кричит: скажи нам что-то поновей. Хазрат Али не стал я вспоминать, не стал о светлой деве сочинять. На дряхлых стариков не стал я лгать, не стал мужей бесчестью призывать. Но внешне речь моя бедна, то все же смысл должны вы угадать. Барымтачи от сильных род ведут, до игр и баб охоч досужий люд, без разума, без чести, без забот, известны тем, что днем и ночью пьют. И коль в глазах безумцев я смешон, молчи, язык, тебя здесь не поймут. Мой брат, чья речь и дар на высоте, сдержи слова, оставь их при себе. От них нет проку ни тебе, ни нам. Они, упав, растают в пустоте. Франк, Потаскун, Спесивец, Краснобай. Ну что они тебе? Абай Құнанбаев, жүрек теңіз, қазақтың бәрі асылдас. Жүрек теңіз, қазақтың бәрі асылдас. Сол қазықсыз өмірде жүрек қалмас. Жүректен қызу қазба кете қалса, өзге тәннен еш қызық іс табылмас. Достық, қастық, бар қызық жүрек ісі, ар ұяттың бір ақыл күзетшісі. Ар мен ұят сынбаса өзге қылық, арын алқын бұл күннің мәртебесі. Қартан тартқан адамнан от азаймақ, от азайса, әр істің бәрі тайғақ. Шаруан үшін көрінген ақыл айтып, жолын тайғақ, аяғын тартар маймақ. Будь разборчив на пути своем. Будь разборчив в пути своем. Если ты талантлив, гордись, и надежным лишь кирпичом в стену строящуюся ложись. Убегающий видит путь, догоняющий вслед спешит. Воля с разумом их ведут. Справедливость – вот свет души. Если воля есть, ум живет. Доброты же и правды нет. Впереди огонь,
сзади лед, и никак не уйти от бед. Удержи корысти порыв, похвалы не ищи, смотри, недостатки искусно скрыв, лишь в борьбе победу бери. Тверже ногу, шагай смелей, и тогда не погибнет труд. Речи тех, кто учит детей, как зерно в земле прорастут. Абай Құнанбай, базарға қарап тұрсам. Базарға қарап тұрсам, әркім барар. Іздегені не болса, сол табылар. Біреу астық алады, біреу маржан. Әркімге бірдей нәрсе бермес базар. Әркімнің өз іздеген нәрсесі бар. Сомалап ақшасына сонан алар. Біреу ұқпас бұл сөзді, біреу ұғар, бағасын пайым қылмай антан қалар. Сөз дұғар осы күнде кісі бар ма? Демеймін жалпақ жұртқа бірдей жағар. Жазған сон жерде қалмас тесік мұншақ, біреуден біреу алып елге тарар. Бір кісі емес жазғаным жалпақ жұрт қой, шамданбай-ақ шырақтар ұқсан жарар. Ит маржанды не қылсын деген сөз бар. Сәулесі бар жігіттер бір ойланар.